Сәлеметсіздер ме 7 сынып оқушылары? Біз бүгін 3 тоқсанға арналған жиынтық бағалаудың бірінші нұсқасының тапсырмаларын талдаймыз. Бірінші тапсырма: суретте білеушелердің массасы мен көлемдері бірдей. Үстел үстіне білеушелер қай жағдайда ең аз қысым түсіреді? Қатты денелерде қысым F бөлінген S-ке тең. Бұл жерде F деп отырғанымыз mg бөлінген S. Енді мына жерде үш білеушенің массасын салыстыратын болсақ, мына бірінші мен екінші білеушеде массалары бірдей, ал үшінші білеушеде массасы аз. Қысым массаға тура пропорционал екен. Массасы үлкенінің қысымы көп, массасы азының қысымы аз екен. Ең аз қысым түсіретін үшінші білеуше С нұсқасы. Екінші тапсырма: қатынас ыдыстың бірінші бағанына су, екінші бағанына бензин құйылған, үшінші бағанына құйылатын мұнай қай деңгейде болады? Тығыздықтың формуласын жазатын болсақ, ол массаның көлемге қатынасы. Бұл жерде мына тығыздық көлемге, яғни мына деңгейге кері пропорционал. Егер оның тығыздығы жоғары болса, көлемі мына деңгейі аз болады деген сөз. Бұл жерде ең тығыздығы көп су, сондықтан ол деңгейі ең азына сәйкес келеді. Бұл жерде В-ны су деп алуымызға болады. Ал тығыздығы ең төмен бензин, ол деңгейі ең жоғарысына сәйкес келеді. Мына А-ға. Мұнайдың тығыздығы судан төмен, бензиннен жоғары, сондықтан екеуінің ортасы болады. В деңгейі мұнайға сәйкес келеді. Үшінші тапсырма: сынапты барометр атмосфералық қысымды шахтада және тау басында өлшейді. Барометр тау басында, себебі атмосфералық қысым қалыпты қысымнан төмен. В нұсқасы дұрыс. Төртінші тапсырма: ыдыстағы су бағанының биіктігі 0,5 метр. Судың ыдыс түбіне түсіретін қысымы, судың тығыздығы 1000 кг бөлінген метр куб. Сұйықтарда қысымды ρ, G, H формуласымен анықтаймыз. Судың тығыздығы 1000 кг метр куб көбейтілген G, ол 10 ньютон килограмм, көбейтілген биіктік 0,5 метр. 5000 паскаль. Жауабы 5000 паскаль. Дұрыс жауап В нұсқасы екен. Бесінші тапсырма: суретте гидравликалық машина берілген. Мына суретін көріп тұрмыз. А нұсқасы: гидравликалық машинаның үлкен поршеніне әсер ететін күшті анықтаңыз. В нұсқасы: бұл машина күштен қандай ұтыс береді? С нұсқасы: гидравликалық машинаның көмегімен көтеруге болатын дене массасы. А нұсқасы бойынша F2-ні табамыз дедік. Гидравликалық машиналарға байланысты формуланы жазамыз. F2-ның F1-ге қатынасы тең болады S2-ның S1-ге қатынасына. Осы формуланы түрлендіріп, мына F2-ні тауып аламыз. F1 көбейтілген S2 бөлінген S1. С нұсқасында M2-ні табуымыз керек. F2 тең M2 G формуласынан түрлендіріп, мына M2 массаны тауып аламыз. Сонда F2-ні бөлеміз G-ге. Бірінші А нұсқасынан бастап есептейік. F2-ні. F1 500 ньютон көбейтілген S2 1440 метр квадрат. S1-іміз 1,2 метр квадрат тең 600 000 ньютон, немесе 600 килоньютон. Келесі Б нұсқасында F2-ның
F1-ге қатынасын табамыз. F2 дегеніміз 600 мың ньютон. F1 500 ньютон тең 1200. Сонда 1200 есе ұтыс береді екен. Келесі С нұсқасында М2 массаны табамыз. F2-міз 600 мың ньютон. Бөлінген G-дің мәні 10 ньютон килограмм. Мына 1 нөлмен, мына 10-ның 1 нөлі қарады, сонда 60 мың қалады. 60 мың килограмм. Немесе 60 тонна деп алуымызға болады. F2 600 килоньютон. F2-ның F1-ге қатынасы 1200 есе ұтыс береді. Демек массамыз 60 тонна. 6-шы тапсырма суретте дене және 3 түрлі сұйықтық құйылған А, Б, В ыдыстар берілген. Мына жерде А, Б, В ыдыстар берілген. А1-де А ыдыстағы сұйық түрі. Мына ыдыстағы сұйықтың түрін табамыз. Ал мына жерде ауадағы салмағы 4,5 ньютон, ал судағы салмағы 4,5 ньютон. Ал енді мына денені суға салмай тұрған кездегі көлемі 200 мл болса, денені салғаннан кейінгі судың көлемі 700 мл. Осы мәндерді пайдаланып, мына ыдыстағы сұйықтың түрін табамыз. Миллилитрді литрге айналдыру үшін миллионға бөлеміз. 10-ның -6 дәрежесі бар. Мына +2 дәрежемен қысқарып келеді. Сонда 2 көбейтілген 10-ның -4 дәрежесі метр куб болады. Мына 700-де дәл солай. 7 көбейтілген 10-ның -4 дәрежесі метр куб. Енді бұл жерде тығыздықты тауып алуымыз үшін Архимед күшін жазайық. Ро, G көлемге тең. Осы формуланы түрлендіріп, мына ро тығыздықты табатын болсақ, Архимед күші бөлінген G көлем. Бізге енді мына Архимед күші мен көлем белгісіз. Архимед күшін табуымыз үшін мына ауадағы салмақтан азайтамыз судағы салмақты. Ал көлемді табуымыз үшін суға денені салғаннан кейінгі V2 көлемнен салмай тұрған кезде көлемді азайтамыз. Бірінші Архимед күшін есептеп алайық. Ауадағы салмақ 4,5 ньютон, азайтылған судағы салмақ 0,5 ньютон тең 4 ньютон. Келесі көлемді есептеп алайық. 7 көбейтілген 10-ның -4 дәрежесі метр кубтан азайтамыз 2 көбейтілген 10-ның -4 дәрежесі метр кубты тең 5 көбейтілген 10-ның -4 дәрежесі метр куб. Енді мына формула бойынша тығыздықты есептейміз. Архимед күші 4 ньютонға тең болды. G-дің мәні 10. Көбейтеміз, көлем 5 көбейтілген 10-ның -4 дәрежесі метр куб. 800 килограмм бөлінген метр куб. Керосиннің тығыздығы. Біз сонда қандай сұйықтық екендігін таптық. Сұйықтың түрі ол керосин екен. Енді А2-де А ыдыстағы сұйықта дене үшін жүзудің қандай шарты орындалады? Мына суға салынған дене үшін жүзу шартын қарастырамыз. Бұл жерде Архимед күші 4 ньютонға тең болды. Ауадағы салмақ ол 4,5 ньютонға тең. Мына ауадағы салмақ ол үлкен Архимед күшінен. Олай болса, егер ауырлық күші жоғары болатын болса, дене
батады. В тапсырмасында Б ыдыстағы сұйықта дене жүзеді, осы ыдыстағы сұйық түрі. Мына Б ыдыстағы сұйық түрін табамыз. Енді В нұсқасында сұйықтың түрін анықтауымыз керек. Ол үшін массаны тауып алайық. Массаны F тең mg формуласын түрлендіріп тауып аламыз. Масса тең F бөлінген G. Бұл жерде F деп отырғанымыз 4,5 ньютон бөлінген 10 тең 0,145 килограмм. Тығыздықты табуымыз үшін массаны көлемге бөлеміз. Масса 0,145 килограмм. Бөлінген көлемді біз алдын анықтағанбыз. 5 көбейтілген 10-ның -4 дәрежесі метр куб тең 900 килограмм бөлінген метр куб. Бұл жердегі тығыздық май екені. С нұсқасында В ыдыстағы сұйықта дененің 0,9 В бөлігі батқан. В ыдыстағы сұйық түрі. Мына В ыдыстағы сұйық түрін табамыз. Формуласына дененің батқан бөлігінің көлемінің формуласын жазамыз. Ол тең болады дененің тығыздығы көбейтілген көлем бөлінген сұйықтың тығыздығы. Енді осы формуладан мына сұйықтың тығыздығын табатын болсақ, дененің тығыздығы көбейтілген көлем бөлінген дененің батқан бөлігі. Енді осы жерде мына дененің тығыздығын табатын болсақ, масса бөлінген көлем. Бірінші мына дененің тығыздығын тауып алайық. Масса 0,145 килограмм. Көлемді біз алдында анықтадық. 5 көбейтілген 10-ның -4 дәрежесі метр куб тең 900 килограмм бөлінген метр куб. Енді мына сұйықтың тығыздығын анықтаймыз. Дененің тығыздығы 900 көбейтілген көлем. Дененің батқан бөлігі 0,9 В көлем. Мына жерде мына көлемдер қысқарып кетеді. Сонда 900-ді 0,9-ға бөлсек 1000. Бұл жерде сұйықтық су екені 1000 килограмм бөлінген метр куб. Судың тығыздығы. 7-ші тапсырма. Спортшы массасы 200 килограмм штанганы 4 секундта 2 метр биіктікке көтереді. Спортшының жасаған жұмысы, өндірген қуаты. Бірінші жұмысты анықтаймыз. F көбейтілген H. Бұл жерде мына F деп отырғанымыз mg-ге тең, сонда mg H. Ал қуатты анықтайтын формуламыз жұмыс бөлінген уақыт. Бірінші жұмысты есептейік. Масса 200 килограмм көбейтілген 10 көбейтілген биіктік 2 метр тең 4000 джоуль немесе 4 килоджоуль. Ал қуатты анықтайтын болсақ, жұмысымыз 4000 джоуль болды. Уақыт 4 секунд тең 1000 ватт немесе 1 киловатт. Жауабы жұмыс тең 4 килоджоуль. Қуат 1 киловатт.
оқушылар осымен 3-ші тоқсанға арналған жиынтық бағалаудың бірінші нұсқасының тапсырмаларын талдау аяқталды. Кездескенше сау болыңыздар.